Ассалаумағалейкум достар, қазақстандықтар. Осы аккаунтта менде өте көпсіздер. Жалпы қазір жаман нәрсе айтпаймын, тек қана жақсы нәрсе айтқым келіп отыр. Бұл осы аккаунтта салған болатынмын. Яғни Ақжігіт Қорамсаұлы халыққа ақан сері атымен танылған. Бұл кісінің жаңағындай біздің ауылдан 3 шақырым жерде қайтқаны және сол жердегі мазары жайында айтып түсіргендерім бар еді. Осы TikTok аккаунтта енді кеше ел халқынан, ел ағалдардан жаңалық келіп жатыр. Сол кісінің мазары реставрациядан өтіп бітіпті. Енді бұған себепші болған солтүстік Қазақстан осы біздің ауылдан алыс емес жерде Бұлақ дейтін ауыл бар. Сол жердегі Біржан дейтін ағамыз кәсіпкер. Сол кісі өзінің қаражатынан 45 миллион теңге бөліп толығымен реставрациядан өткізген. Ешқандай әкімдік, Тайынша ауданының әкімі де атсалысқан жоқ, Айыртау ауданында әкімдік атсалысқан жоқ. Дегенмен осы жұмыстар басталып кеткеннен кейін ғана жүгірген олар. Енді ал сол уақытта түсіріп, осыны айтып, міне жағдайы нашар болып жатыр, жолы нашар болып жатыр. Краскелері жоқ, анасы жоқ, мынасы жоқ. Ол біздің ауылда мұндай мықты кәсіпкер жоқ, оны көтеретін. Тереңкөл дейтін сол жердегі 7 шақырым жердегі ауыл атымен құрып кеткен, бірде-бір үй жоқ. Кезінде қазақтың қандай 40 үйі бар, жақсы ауыл берді. Ар жақта жұмысшы дейтін ауылды, жұмысшы дейтін ауылды. Оны да бітірді. Мысалы, міне бұл солтүстіктегі жағдай. Осыны айтып қынжылған, айтқан кезде ешкім қозғалған жоқ та. Енді осы Біржан ағамыз жол жөнекей тоқтап, әлгіні көріп, шамасы қынжылса керек. Бұл рухани қазақтың құндылығы, қазақтың жүрегі, біздің тарих. Біздің махаббат қой, былайша айтқанда. Мінеки алғыс айтқым келіп отыр. Көп рахмет. Бұл да бір үлкен жұмыс болды, жеңіс болды. Бір жақсысы ешкімге жаңағыдай жол бермеді. Бұл кісілер өздері бітірді. Осыған риза болып отырмын да мен. Мінеки осылай үнсіз отыра берсек, осы үнсіздіктің арқасында қазақ өздерінің ауылдарын жоғалтады, мектептерін жоғалтады, жерлерін жоғалтады. Ал бұны айтып, талап етіп, жан-жақтан өздеріңіз айта алмасаңыздар да, оппозициядағы жігіттер арқылы айтып жатсаңыздар да, біз міндетті түрде бұл нәрсемен күресу керекпіз. Өйткені осы арқылы ғана қазақтың тарихы, тұтастығы, тілі, мәдениеті сақталып тұр. Рахмет. Рахмет Біржан аға.